Сәлеметсіз бе оқушылар? Бүгін сендермен айғанаттың бірінші турында осыған ұқсас есептер болады. Соған ұқсас есептер болғандықтан соны талдаймыз. Талдап, қалай шығарылатын, қандай түрлері болатын, қандай формулалар қолданатын есептерге байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші есеп. Координата жазықтығында 3 шаршы мен тіктөртбұрыш берілген. Міне 3 шаршы және тіктөртбұрыш берілген. 3 шаршының қабырғаларының ұзындығы 3 тізбектесіне туралы сандар. Шаршылардың аудандарының қосындысы 110. D тіктөртбұрыш диагоналінің ұзындығы 13 екені белгілі. R мен P нүктелерінің ординаталары тең. R нүктесінің абсциссасы бүтін сан. R нүктесінің координаталарын қосындысын табыңыз. Біріншісі былай кетейік. D тіктөртбұрышының диагоналінің ұзындығы 13 екені белгілі. Нені қарайық? Міне бізде тіктөртбұрыш D, міне оның несі диагоналі. Бізде 13-ке тең. Демек, екі катеті, егер естерінде болса, керемет үшбұрыштар. Егер диагоналі 13-ке тең болса, катеттері 13 пен 5-ке тең. Ең ұзын катеті 12-ке тең. Ең қысқа катеті бізде неше тең? 5-ке тең. Демек, мынау бізде ордината. Демек, бізде y-тің мәні 12-ке тең. Мынау 12-ке тең. R нүктенің бір координатасын таптық. Ол 12-ке тең. Енді бізге бұлай деп тұр. 3 тізбектес натурал сандар. 3 шаршының қабырғаларының ұзындықтары 3 тізбектес натурал сандар. Шаршылардың аудандарының қосындысы неше тең? 110-ға тең деп тұр бізде. Енді 110-ға тең екен белгілі болғандықтан қай сандардың квадраттарын екен табу керек. Мысалы дейік. Мынандай сызайынмен. Мысалы 4-тің квадраты 16. Бізде не тұр? 3 тізбектес натурал сан деп тұр. 4, мысалы 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп алайық. 4-тің квадраты 16, 5-тің квадраты 25, 6-ның квадраты 36, 7-ның квадраты 49, 8-дің квадраты 64, 9-ның квадраты 81, 10-ның квадраты 100 болады. Енді бізге 3 тізбектес натурал сандардың квадраттарын қосындысы. Аудандарыны ол деген квадраттаймыз. 64 қос 81 қосы 100, ол бізде 110-нан артық болып кетеді. Демек, мынау екеуі келмейді. 6, 7, 8, мысалы 36 қосу 49 қосу 64, ол да үлкен болады. Демек, мынаны сызып тастайын. Мынау керек болмайды. Артынан басын үлкен сандардан. 25 қосу 36 қосу 49. Осы үшеуінің қосындысы, былай қарасақ, 110-ға тең. Демек, шаршылардың қабырғалардың ұзындығы 5, 6, 7 болады. Енді қарайық. Мұнда бізде 12 деп тұр. Солай ғой? Демек, мысалы мынау 5 болса, мына шаршының қабырғасының ұзындығы, мынанікі 6 болмайды. Неге? 5 қосу 6 ол бізде 11 болады. Солай ғой? Демек, мұнда бізде 7 болады. 5 қосу 7 ол бізде 12 болады. Енді бұлай қарасыңдар, неге 7? Бізде мынау екеуі, екі түрлі ғой. Мынау үлкен С шаршы, бір шаршыдан үлкен. Олай есептеуге болмайды. Егер бізге нақты берілмесе, С-ның ауданы, Б ауданын үлкен деп берілмесе, олай айтуға болмайды. Сен мұнда масштабы сәл өзгеше, мына екеуінде масштабы басқаша берілген шығар. Оны біз нақты білмесе, бізде мына масштабтары берілмеген. Бірақ бізде мынау 12 деп берілген ғой, ординатасы. Мынау 12 болса, мынау 5, мынау 7 болу керек.
Себебі 5 пен 6 немесе 6 мен 7 біз алмаймыз. Тек қана 5 пен 7 аламыз. Демек, мынаның ауданы 25, мынаның ауданы 49. Мынаның ауданы 36. Демек, мынаның қабырғасының ұзындығы неше болады? 6 болады. 6 мен 5-ті қоссам қанша болады? 11 болады. Демек, Р координатаның абсцисасы 11-ге тең. Мына жерде не болады бізде? 11. Енді бізге сұрақ не деп тұр? Р нүктесінің координаталарының қосындысын табыңыз. Р нүктесінің координаталары 11 мен 12. 11 қосу 12 тең нешеге болады? 23-ке. Демек, біздің жауабымыз Е. Мұнда Пифагор теоремасын қолдандық. А квадрат қосу Б квадрат тең С-ның квадраты. Және ненің дәрежелер? 4-тің квадраты, 5-тің квадраты ол шаршының ауданы. Келесі. Төмендегі берілген әр фигураның мәні бүтін сан. Демек, мынау фигуралардың мәні барлықтардың бүтін сан. Бізге ары не тұр? Фигурал мәндерін анықтап, арифметикалық ортасын табыңыз. Бірінші несін анықтаймыз, сосын арифметика ортасын табамыз. Бәрін қосып. Мұнда енді қарайық. Бірінші мынадан бастаймыз. -4-ті мына жерге лақтырсам, шаршы тең болады 7 қосылған 4 11-ге. Енді мұнда шаршының орнына 11-ді қоям. 11-ді лақтырсам, 1-ден 11-ді азайтам. Демек, 5 бұрыштың мәні тең болады. 1 азайту 11 тең -10 болады. 11-ді ар жаққа лақтырған кезде азайтамыз. Енді 5 бұрышты мұнда қоям. Мұнда -10 деп қоямыз. Және -7-ні оң жаққа лақтырамыз. Сол кезде +7 болады. Демек, шеңбердің мәні тең болады -10 қосылған 7, ол бізде тең болады -3. Енді мұнда шеңбердің орнына мұнда -3-ті қоям, мұнда да -3-ті қоям. Мына 2 минус 1-іне көбейтіледі, неге айналып кетеді? +3-ке. Енді +3-ті оң жаққа лақтырсам теріс таңбалы болады. Демек, мұнда ромб тең болады. Мына -3. Мына +3-ті оң жаққа лақтырғанда -3 болады. Азайтылған 3 тең болады -6. Демек, ромбтың мәні -6. Енді мұнда ромбтың орнына -6-ны қоям, және -6-ны оң жаққа лақтырам. Таңбасы плюс болып кетеді. Мұнда не болады? 3 бұрыштың мәні -2 қосылған 6, ол тең болады 4. Енді әр фигурының орнына оның бүтін мәндерін қоямыз. Енді қояйық. -3-тен бастайық. -3 қосылған 4 қосу -10 қосу -6 қосу 11. Бізге нені тап дейді? Мәнін анықтап, және арифметика ортасын табыңыз деп тұр. Сол ғой? Арифметика орта дегеніміз не? Бүкіл мәндерін бір-біріне қосып, және оның санына бөлеміз. Фигуралардың санына. Бізде неше фигура бар? Санайық. Міне. 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Неше фигура бар бізде? 5 фигура бар. Демек, мынаның бәрін қосындысын нешеге бөлемін? 5-ке бөлемін. Енді қосындыс табайық. -3 қосу 4, 1 болады. 1 азайтылған 10, -9 болады. -9 азайтылған -6, ол -15. -15 қосылған 11, ол -4 болады. Демек, мұнда жауабы -4 бөлінген 5. 4-ті 5-ке бөлсем, ол 0,8 болады. Демек, жауабымыз -0,8. Жауап Е болады бізде. Келесі. Шеңбер берілген. Оның центрінің координаталары -2 мен 3. Шеңбердің ең үлкен хордасы 14-ке тең.
шеңбердің теңдеуін табыңыз. Бірден былай анықтайық. Шеңбердің ең үлкен хордасы дегеніміз сол диаметр деген сөз. Шеңберде ең үлкен хорда ол диаметр деп аталады. Бізде мұнда радиусты табамыз. Радиусты табу үшін формуланы еске алайық. Диаметр бөлінген 2. Демек мұнда не? 14 бөлінген 2 тең болады 7. Радиусын таптық 7. Енді шеңбердің теңдеуін еске алайық формуласын. Шеңбердің теңдеуінің формуласы мынандай бізде. X азайтылған A-ның жақтан сыртына квадрат қосылған Y азайтылған B оның квадраты тең радиустың квадраты. Енді мұнда қарайық. A-ның орнына минус 2-ні қоямыз. B-ның орнына 3-ті қоясыңдар. Мұнда не болады? X азайтылған минус 2-ның несі квадраты мұнда. Қосылған Y азайтылған 3-дің жақтан сыртына квадрат. Тең 7-ның несі квадраты. Енді ары қарай. Бірінші жақшан ішіне таңбаларын өзгертіп, жақшаны қысқаша көбейту формуласы арқылы ашайық. Мұнда қарайық. Минус пен минус не болып кетеді? Плюс. X қосылған 2 болады демек. Бұлай болады. X қосылған 2 қосу Y азайтылған 3-дің мұнда квадраты тең 7-ның квадраты 49 болады. Енді мұнда жақшаны ашу үшін нені қолданамыз? Қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. X-тің квадраты қосу 4x қосылған 4. Қосылған Y-тің квадраты азайтылған 6y қосылған 9 және 49-ды сол жаққа лақтырам теріс таңбасымен. Азайтылған 49 тең 0 болады. Енді мұнда ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Қарасаңдар ұқсас мүшелер ол 4, 9 және 49. Қалғандар әртүрлі. 4 қосу 9, 13, 13-тен 49 айтсақ, минус 36. Демек мұнда былай болады. X квадрат қосылған 4x қосылған y квадрат азайтылған 6y азайтылған 36 тең 0. Осы бізде не болады? Шеңбердің теңдеуі болады. Ол бізде жауап А. X квадрат қосылған y квадрат қосылған 4x азайтылған 6y азайтылған 36 тең 0-ге. Демек, мұнда біз нені қолдандық? Шеңбердің теңдеуін табу үшін біз қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Келесі. Төмендегі суретте ABCD полиграмның ішіне екі үшбұрыш сызылған. Боялған үшбұрыштардың аудандардың қосындысы мен полиграмның ауданының қатынасын табыңыз. Демек, мұнда бірінші полиграмның ауданын табайық. Егер естеріне алсаңдар, полиграмның ауданы SABCD ол бізде тең болады. Бұлай дейік. Биіктіктің табанының көбейтіндісі. Биіктік, мысалы, мұндан бұлай түсірейін. Мұнда К нүктесі болайық, мұнда перпендикуляр болу керек. Енді демек, ЕК көбейтілген АД. Осы бізде не? Полиграмның ауданы. Бұлай қарасаңдар, мынау биіктік екі үшбұрыштың да биіктігі болып саналады. Сол ғой. Енді АЕФ. АЕФ-тің аудан табамыз. Аудан не болады? 2-ден 1. Биіктік ЕК. Көбейтілген осы АФ-тің несі? Табаны. Көбейтілген АФ. Енді екінші үшбұрыш. FGD. FGD. Осы үшбұрыштың ауданын табамыз. Ода не болады? 2-ден 1. Көбейтілген. Оның да биіктігі ЕК болады. ЕК. Және табанына түскен, ол FD болады. Енді бізге қарайық, не еп тұр? Боялған үшбұрыштардың аудандарының несі? Қосындысы мен
параллелограмм ауданының қатынасын табыңыз. Демек бізге осы екі үшбұрыштың несін аудандарын бір-біріне қосу керек. Екеуін қосқан кезде қосайық, ол бізде не болады? Боя болады. Бізде болады 2-ден 1 ек көзілген АФ қосу 2-ден 1 ек көзілген ФД. Бізде мұнда ортақ мүшене бар. 2-ден 1 ек, 2-ден 1 ек. Егер оны былай жақшаның сыртына шығарсақ ол болады 2-ден 1 ек, жақшаның ішінде АФ қосылған ФД. Енді мұнда қарасақ, АФ қосылған ФД, оның ұзындығы не болады бізде? АД болады. Демек, на АФ пен ФД-ның орнына не қойға болады? АД деп қойға болады. Онда бізде не болады? 2-ден 1 2-ден 1 көзілген АД. Енді біз не? Екі үшбұрыштың аударын қосынысын таптық. Енді оның қатынасын неге істеу керек? Параллелограммның ауданына. Параллелограмм аудан білеміз, ең басында мен сендерге көрсеттім. ек көзілген АД. Осының қатынасын не табамыз? Қатынасына. Демек бізде бай болады. 2-ден 1 ек көзілген АД. Ол бізде екі үшбұрыштардың несі? Аудандардың қосынысы. Бөлінген ненің ауданы? Параллелограмм ауданы. ек көзілген АД. Мынау мен мынау қысқарады, мынау мен мынау қысқарады. Демек нешеге болады? 2-ден 1. Екі үшбұрыштың аудандардың қосынысын және параллелограмм ауданның қосынысы неше тең? 2-ден 1-ге тең болады. Мұнда біз екі формул қолдандық. О параллелограммның ауданның формуласы және үшбұрыштың ауданның формуласы. Келесі, үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Енді былай, бірінші мынаның ауданын табу үшін былай істейік. Былай толықтырайық. Толықтырған кезде бізде не шықты? Тіктөртбұрыш шықты. Ені тіктөртбұрыштың 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке тең. Әр тор көзді 1 деп санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ұзындығы 6-ға тең. Енді тіктөртбұрыштың ауданын табайық бірінші. Тіктөртбұрыш дейік былай. Тіктөртбұрыш. Ол 5 көбейту 6. Тең 30 болады. Тіктөртбұрыштың ауданын таптық 30. Енді осы тіктөртбұрыштен осы бірінші, мынау екінші, мынау үшінші үшбұрыштар. Әрқайсысы бөлек үшбұрыштарды азайтам. Аудандарын. Бірінші аудандарын табу керек. Сол кезде осы қызылмен сызылған үшбұрыштың ауданын табуға болады. Демек, тіктөртбұрыштан осы үшбұрыштың ауданын азайтамыз. S1 дейік. Бірінші үшбұрыш дейік. Мұнда қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына качет 6-ға тең, мынау 1-ге тең. Ол тікбұрышты үшбұрыш деген сөз. Ол не болады? 2-ден 1 көбейтілген 1 көбейтілген 6. 6 мен 2 қысқарады, тең 3-ке болады. Енді S2 деп алайық. Екінші үшбұрыш 1-ге тең, мынау 1, 2, 3, 4-ке тең. 2-ден 1 көбейтілген 1 көбейтілген 4. Ауданы неше тең? 2-ке тең болады. Екінші үшбұрыштың. Енді үшінші үшбұрышты алайық. Үшінші үшбұрыштың 2-ден 1. Енді санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Көбейтілген 5. Енді санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Көбейтілген 5 деп санайық. 25 бөлінген 2. Неше болады? 12,5. Енді тіктөртбұрыштың ауданынан осы үш бұрыштың аудандарын қосып неден тіктөртбұрыштен азайтам. 30 азайтылған
3 қосылған 2 қосылған 12 бүтін оннан 5. Енді мұнда не болады? 30 азайтылған 3 қосу 2 5, 5 қосу 12 бүтін оннан 5, 17 бүтін оннан 5. 30-дан 17 бүтін оннан 5 азайтсаң 12 бүтін оннан 5. Демек, қызылмен сызылған 3 бұрыштың ауданы 12 бүтін оннан 5-ке тең болады. Осылай 3 бұрыштың ауданын табуға болады. Келесі. Бізге келесі операциялар берілген. Бұлай А болса ол А, бұлай 2 АБ берсе жақшының ішінде А-ның Б дәрежесі. Егер бұлай берсе АБС, ол бұлай бізде болады. Мұны АБС, ол не деген сөз? А-ның Б дәрежесі жақшының сыртында С дәрежесі. Демек, олар көбейтіледі. А-ның Б көбейтілген С дәрежесі болады. Енді мұнда қарайық. Бізге 3 тұжырым берілген. Соның ішінен қайсылары дұрыс? Демек, сол жақтағы оң жақтағына тең бола ма, болмай ма, соны тексеру керек. Я бір тұжырым дұрыс болуы мүмкін, немесе екеуі, немесе 3 тұжырымдар тең дұрыс болуы мүмкін. Енді біріншісін тексерейік. А, оның Б дәрежесі сыртында С дәрежесі. Ол тең болады. А, Б мен С-ның көбейтіндісі. Мынаны тексерейік енді. А-ның С дәрежесі сыртында Б дәрежесі. С мен Б не істейді? Көбейтіледі, не болады? А-ның С көбейтілген Б. Негізінде екеуі тең. Себебі Б мен С мен, немесе С мен Б-ның орындарын ауыстырсақ, ештеңе өзгермейді. Ол мысалы 2 көбейту 3, 3 көбейту 2. Екеуі де 6-ға тең. Демек, мынау екеуі бір-біріне тең. Ол біріншісі дұрыс деген сөз. Бірінші тұжырым дұрыс. Енді екіншісін алайық. Бұлай деп тұр. А-ның Б дәрежесі сыртында Б дәрежесі. Ол тең болады бізде нешеге? А-ның Б дәрежесі. Енді екіншісін алсақ, оң жақта ол не болады? А-ның Б дәрежесі. Олар екеуіне тең. Демек, мынау да дұрыс. Енді үшіншісін алсақ, не деп тұр? Бірдің Б дәрежесі сыртында С дәрежесі. Бірақ бізде не болады бізде? Бірдің Б көбейтілген С дәрежесі. Бірақ бірдің кез келген дәрежесі теріс болсын, оң болсын, ол әрдайым неше тең болады? Бірге тең болады. Бізде мұнда не деп тұр? Бір деп тұр. Демек, мынау да үшінші тұжырым бізде дұрыс. Демек, үшеуде бізде дұрыс деген сөз. Мұғалім бір сан айтты. Бізге ол сан қандай екен белгісіз. Сонда, бірінші оқушы айтылған санның өзінен басқа ең үлкен бөлгішін табады. Мұғалім айтты, бірінші оқушы сол санның ең үлкен бөлгіші неше тең екен тапты? 300-ге тең екен тапты. Екінші оқушы не деп айтылған санның натурал бөлгіштерін сан табу керек. Мұғалім айтқан санның ол сол санның несін тапты? Ең натурал бөлгіштер сан тапты. Ол неше тең? 24-ке тең. Енді үшінші оқушы айтылған санның қарапайым жіктелуінің дәрежелердің қосындысын табады. Ол тапты, дәрежелердің қосындысы неше шықты, о да 6-ға шықты. Енді бізге не деп тұр? Оқушылар өз нәтижелерін айтты. Мына айтты. Мұғалім оларға қандай санды айтты? Сол санды бізге табу керек. Енді бірінші оқушының несінен бастайық? 300 деген сандан бастайық. 300 санды қарапайым жіктелуіне жіктейді. Ол бізде не болады? 2-ның квадраты көбейту 3-ның 1 дәрежесі көбейту 5-ның квадраты деп табайық. Енді қарайық. Мұнда дәрежелердің қосындысы үшінші оқушының айту бойынша 2 қосу 1 қосу 2. Дәрежелер бірін қосамыз нешеге тең болады? 5-ке. Түсінікті ғой? Демек, мұнда тағы бір ненің көбейту керекпін? Жай санға көбейту керекпін. П деген ол жай сан. Және енді натурал бөлгіштерін қай табамыз? Натурал бөлгіштерін табу үшін мұнда қарайық. Мен дәрежелерін бірге артам. То есть, мұнда
Демек, егер мында дәрежесі 2 болса, 2-ке 1-ді қосам, ол 3 болады. Мында дәрежесі 1 тұр. 1-ге 1-ді қосам, 2 болады. Мында дәрежесі 2 тұр. 2-ге 1-ді қосам, ол 3 болады. Сосын мында бізде не бар? Bir жай сан бар. Кез келген жай сан болуы мүмкін. 7 болуы мүмкін, 11 болуы мүмкін, 13 болуы мүмкін. Оның дәрежесі 1-ге тең. 1-ге 1-ді қосам, ол бізде 2 болады. Енді осы 3-ін көбейтем, неше болады? 36. Демек, мында 1-ден не болады? P-ның орнына 7, 11, 13 деген сандар келмейді деген сөз. Себебі оның не болады? Бөлгіштер, мысалы мұнда екінші оқышы натурал бөлгіштер саны 36-ға тең, ол бізде дұрыс емес. Демек, P-ның орнына мен 7, 11, 13, одан жоғары сандар қоя алмаймын. Демек, мен P-ның орнына қандай сандар қоя аламын? 2, 3, 5. Енді, біріншісі, былай істейік, P-ның орнына 2 деген санды қойайық. Мұнда P-ның орнына 2-ні. 2-ні қойсам, мұнда 2-ның квадраты көбейтілген 2, ол бізде 2-ның кубы болады. Демек, ол бізде жіктелу болады. 2-ның кубы көбейтілген 3, көбейтілген 5-тің квадраты. Енді мұнда қарайық. Үшінші оқушы айту бойынша дәрежелерін қосындысы 6-ға тең. 3 қосылған 1, қосылған 2 тең 6-ға. Ол дұрыс. Үшінші оқушы айту бойынша біз дұрыс таптық. Енді екінші оқушы айту бойынша мұнда не болады? 3-ке 1-ді қосам 4, 1-ге 1-ді қосам 2, 2-ге 1-ді қосам 3, 3-еуін көбейтем 24. Натурал бөлгіштердің саны қанша шықты бізде? 24. Орындалып тұр. Енді осыны бір-біріне көбейтсек, 2-ның кубы 8, 8 көбейтілген 3, 24, 24-ті 25 көбейтсек, неше болады? 600 болады. Мұнда жауабы 600. 600-дің ең үлкен бөлгіші ол 300-ге тең. Мынау дұрыс бізде. Біріншісі дұрыс болып тұр. P-ның орнына 2 деген санды қойған кезде. Енді ары қарай тексерейік. Енді екіншісі P-ның орнына біз 3 деген санды қояйық. P-ның орнына 3 қойған кезде біз не болады? 2-ның квадраты көбейту 3-тің 1 көбейту 3 ол 3-тің квадраты көбейту 5-тің квадраты. Енді бұлай тексерейік. Үшінші оқушы айту бойынша дәрежелердің қосындысы 6-ға тең. 2 қосылған 2 қосылған 2 ол 6-ға тең. Ол дұрыс. Енді біз нені табамыз? Натурал бөлгіштер санын табайық. Мен 2-ге дәрежесінен 1-ді қосам 3, 2-ге дәрежесінен 1-ді қосам 3, 2-ге 1-ді қосам ол 3 болады. Енді 3-еуінің көбейтіндісі 3 көбейту 3 көбейту 3 тең 27. Бірақ бізде екінші оқушы не деп тапты? Натурал бөлгіштер саны 24 депті. Демек, мынау келмейді. Енді келесі P-ның орнына 5-ті қояйық. Үшіншісі P-ның орнына 5-ті қойсақ, ол бізде болады. 2-ның квадраты көбейту 3-тің 1 дәрежесі көбейту 5-тің кубы болады. Бізге үшінші оқушы не деді? Дәрежелердің қосындысы 6-ға тең. Қосайық. 2 қосу 1, 3, 3 қосылған 3 ол 6. Енді екінші оқушы не деді? Натурал бөлгіштердің саны 24-ке тең. Оны қалай табамыз? Дәрежені 1-ге артамыз. Мұнда 2 қосу 1, 3, 1 қосу 1, 2, 3 қосылған 1 ол 4. 3-еуін көбейтем 24 болады. Ол да дұрыс, ол да келеді. Енді мынаны табайық. Мынаның көбейтіндісі табайық. Мынаның көбейтіндісі бізде неше болады? 1500 болады. Бірақ 1500-дің бірінші оқушы не деді? Тапқан санның ең үлкен бөлгіші 300-ге тең. Бірақ 1500-дің ең үлкен бөлгіші нешеге тең? 500-ге тең. Демек, бізде жауап 1500 болмайды. Бізде жауабымыз
600 болады. Неге? Себебі 600 деген санның ең үлкен бөлгіші неше тең? 300-ге тең. Өз саннан басқа. Демек жауабымыз мұғалім қай санды жазды? Мұғалім 600 деген санды жазды. Суретте екі бекеттен бір-біріне қарама-қарсы бағытта шыққан екі пойыз көрсетілген. 4х сағаттан кейін әрқайсысы өзіне жақын сигнал бағанына жетті. Бекеттердің арақашықтығын табыңыз. Демек, мұнда бір бекет бар, мұнда да бір бекет бар. Сол екі бекеттің арақашықтығын табу керек. Енді мұнда қараймыз. Мұнда бізге жылдамдық берген v. Мұнда уақыт берген 4х деп. Демек, арақашықтығын табу үшін неден? Станциядан, бекеттен сигнал бағанына арақашықтығын табу үшін мен не істеймін? 10 қосылған x-ті көбейтем 4х-ке. Көбейткен кезде 40x қосылған 4х квадрат болады. Мынаның арақашықтығы көрсетілген екі бағаның арасы не? 4х квадрат қосылған 50. Енді екінші пойыздың арақашықтығын табу керек. Сол ғой, бағанына дейін, ең жақын бағанына. Енді мұна не істеймін? 40, мынау v ғой. 45 азайтылған 2х-ті көбейтем нешеге? 4х-ке. Ол тең болады бізде 4-ті 45-ке көбейтсек, так, 0, 2 ойда 180х болады. Азайтылған 8х квадрат. Енді осы үшеуін бір-біріне қосамыз. Демек, мұнда 40х қосылған 4х квадрат, қосылған 4х квадрат, қосылған 50, қосылған 180х азайтылған 8х квадрат. Мынаны үшеуін бір-біріне қосамыз. Ұқсас мүшелер біріктіреміз. Мысалы, мұнда не болады? 4х және минус 8х квадраттар бір-бірінен қысқарып кетеді. 40х қосылған 180х, ол бізде болады 220х болады. Және қосылған 50. Демек, екі бекеттің арасында арақашықтық 220х қосылған 50-ге тең болады. С тең мынаған. Қабырғалары А, Б және С-ға тең үшбұрыштың ауданын табуға арналған формула. Мұны бізде мынау Герон формуласы. Біз не деп алдық? А, Б, С тең бірге деп. Ол тең қабырғалы үшбұрыш деп мен алдым. Соған Герон формуласы қолданамын. Бірінші мына формула қолданамыз, және екінші мына формуланы табамыз. Мына үш формула не үшін берілген? Герон формула арқылы ауданын табу үшін. Үшеуі де қолданылады. Үшбұрыштың ауданын Герон формуласы арқылы табу үшін. Үшеуі де Герон формуласы. Мына жерге қоям, біріншісіне қойғанда былай шығады бізде. Орнына қойдық, мұнда бірді, бір қосу бір азайту бір азайту бір қосу бір, минус бір қосу бір қосу бір, бір қосылған бір қосылған бір. Мұнда аудан неше шықты? Тұбырасы 3 бөлінген 4. Енді К-ны табу үшін мен мұнда бірлерді қоям, С-ның орнына тұбырасы 3 бөлінген 4-ті қоям. 4 пен 4 менде қысқарады. Мына үшеуінің қосындысы 3-ке тең, 10-ның квадраты 9-ға тең. Мына үшеуінің қосындысы 3-ке тең және 3К болады. Енді ары қарай К-ны табу үшін екі жағында не істеймін? Квадраттаймыз. Квадраттан мына түбір мен квадрат қысқарады. Ары не болады бізде? 3 тең болады. 9 азайтылған 3К. Мұнда азайтылған 3К-ны сол жаққа лақтырам, 3-ті оң жаққа лақтырам. Ары бізде не болады? 3К тең 9 азайтылған 3. 3К тең 6 болады. К тең болады бізде 2-ге. Демек, К-ның мәні бізде 2-ге тең. Бізде К-ны сұрады. Ана жоғарыдағы үш формула, ол Геронның формуласы. Үш бұрыштардың аудандарын табу үшін. Мұнда А, Б, С маған бәрі қандай қолданатын. Келесі. Алдыңыздағы шахмат алаңында фигуралар тізілген.
2 және 7 қатарларда сарбаздар, демек пешке орналасқан. Әділет пен Сұлтан шахмат ойнап отыр. Әділет ақтармен ойнайды. Бірінші ақтар жүреді. Сарбаз бастапқы орналасқан жерінен бір немесе екі ұяшыққа алға қарай жүре алады. Екі ойыншы бірінші жүрісте сарбазды жүргізген. Енді біздің сұрағымыз былай деп тұр. Егер екеуі де бір жүрім жасаса, онда партияны бастаудың неше жолы бар? Ол былай деп тұр. Мысалы, Әділет сарбазбен жүреді. 3-ке немесе 4-ке. Ол А3, А4. Немесе Б3, Б4. Я Б3-ке барады, немесе Б4-ке барады. Немесе С3-ке барады, немесе С4-ке барады. Ода қанша сондай жүрісі бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Жалпы әділетте ақтарымен жүру үшін неше жүрісі бар? 16 жүрісі бар. Сұлтанда дәл сондай. Оған жауап беру үшін, сарбазбен жүру үшін дәл сондай қанша жүрісі бар? 16 жүрісі бар. Демек, жалпы олардың бірінші жүрісті бастау үшін екеуінде де қанша? 16 өлсем 256 жүрісі бар партияны бастау үшін.